Өмірдегі мына шындықты қабыл алыңыздаршы. Біз бір нәрсеге ренжейміз, өкпелейміз, арызданамыз. Ақша аз, кісілер өзі не болып кеткен, өтірік алдайды. Менің жұмысым ауыр, менде үй жоқ, көлік жоқ, бәрі қымбат, саясат қиын, дұрыс емес дейміз де, сөйтіп арызданамыз да, өкпелейміз да, ары қарай қолымызды сілтеп жүре береміз. Бірақ адам осындай қиын өмірге өзін тығырыққа тығады да. Өйткені сен ұнатпайтын өмірді тек сен өзің ғана өзгерте аласың. Өзің ғана сол жұмыстан кетіп қалып, басқа кәсіп бастай аласың. Жанындағы өкпелеп жүрген адамдарды айналасын, өзін өзгерте аласың. Оларды не болмаса сен өзгерте аласың, олар өзгермейін десе, басқа кісілерге алмастыра аласың. Сондықтан айтады ғой, сен өкпелеп, ренжіп жүрген нәрсеге арыздансаң, яғни әрекет етіп, сол ортаны ауыстырсан, жұмысыңды ауыстырсан, кәсіп бастасан, сенің өмірін өзгереді. Бірақ тура сол өмірді сен өкпелеп, ренжіп, қолыңды сілтеп ары қарай жүрсен, түкте өзгермейді. Яғни айтады ғой, сен өзің таңдауың бар. Егер де сен жай қолыңды сілтеп жүре берсен, демек сол өмірді сен ұнатасың, ренжейсің. Бірақ таңдауың сол ғой, сол өмірді таңдадың, ары қарай ештеңке өзгерткің келмейді. Сондықтан досым, өміріңді өзгерт, кәсіп баста, жұмыстағы жалақың аз ба, басқа жұмысқа ауыс, не жұмыстан кетіп қал, өзің бір ұнататын нәрсемен айналыс. Айналандағы адамдарды өзгерт, олар өзгермесе, сол адамдарды басқа адамдармен алмастыр. Сондай ортаға бар. Енді өмірімді өзгертемін десен, біздің бизнес командаға қосылуға шақырамын. Біздікі саяхаттау бизнесі. Сол жерде көп прокачка жасаймыз, Инстаграм үйретеміз. Яғни қазіргі заманауи кәсіп жүргізудің әрекетін, кәсіп жүргізудің дағдыларын үйретеміз. Іске сәт, сау саламат. Мына видеоға коммент жаз қой, лайк бас, сохранить ет, подписаться ет, және де достарына жібер.